Мәссаған, естімеген елде көп демекші. Мына қызыққа қараңыз. 19 ғасырдағы Мария Монтессори дейтін итальяндық апамыз өзінің балаларды дамыту техникасын қалыптастырған. Бұл формат әлемде қазіргі таңда үлкен қолданыста. Ал біздің елімізге бұндай форматта алып келген ойна бренд цехіне толыққанды шолу жасайтын боламыз. Бізбен бірге көріңіздер. Ал көріп тұрғандарыңыздай қазақи Монтессори дегеніміз осы. Мынау әліппедегі қол жаттықтыру жаттығулары, первый письмо астындағы жаңағы велосипед. Мына жерде бизибордтың тақырыптары, бұны балабақша дамыту орталықтарындағы кісілер жақсы біледі, енді жалпы халыққа түсініксіз болуы мүмкін. Бұны біз ешкінің бейнесінде жасап кеттік. Мына жерде песочницамыз тұр, құммен сурет салуға арналған планшеттер. Бұл жерде баланың шығармашылығын дамыту үшін осы құм, әртүрлі заттар қолданылады. Бұны сиырдың бейнесінде жасадық. Қызғу, көкпар сияқты түрлі ойындарды бейнелеп көрсетуге болады. Мына жерде аттарды көріп тұрсыздар. Мына жерде бесікке салу деген дәстүрімізді көрсете аламыз.